Бірінші аватария дегенге келдік. Мынандай әдемі. Мына кіре берсем, өзде носки аяқ киім ауыстыратын жер. Алаң өте үлкен. Жаңа болғаннан кейін сөйтіп кеңдіп ашқан. Балалардың ұнайтын горка ғой. Былай мінеді, былай түседі. Байтыр. Өзіме осындай аттракцион тауып алдым. Екеу жас кезімде баскетбол ойнадым да. Екі тарзанка бар екен. Жоғарда лабиринт бар, бірақ қыздар қорықты. Батут кішкентай емес, бір 20 адамға жететін шығар. О, рахмет. Барса дейсіңдер ме? Ойынның аты «Үш қызды тап». Алматыда 4 аватария бар екен, соның біреуі метрода. Аватарияны жасаған адам үлкендерді деп ойлады. Мысалы, 3 осындай теннисный стол бар. Баскетбол ойнайын десең, 2 кольцо бар. Қыздар бетіне аквагрим жасады. Кеш батқан сайын адам көбейе бастады, қарасаңдар. Екінші этажында тамақ жейтін жер көп екен. Тамақ түрлері көп, бағалары қатты қымбат емес. Тамақ жейтін жерде тағы да балалар ойнайтын жер бар, бірақ бұнда 3 жасқа толмағандарға. Егер баланың туған күнін жасаймын десеңіздер, неше түрлі тематикалық бөлмелер бар. Мысалы, мынау Гарри Поттер, мынау Майнкрафт. Happy birthday to you. Загадывай тысячу желаний. Загадала? Задавай. Мен жоғарыдан қарасаңыздар, түрі осындай кең байтақ жер. Direkt келмесеңдер адам көп болып кетеді екен. Мына метро жақтағы аватария маған ұнады. Біз сағат 10-да келдік, ашылуында. Қазір сағат 6:30. Әлі жүрміз осында. Неше түрлі аниматорлар бар, мысалы мынау Спайдермен. Бірақ қорқатын жерлері де бар. Мысалы күшті деп балаларыңыз жересесіңіз байқаңыздар. Мынандай үлкен балалар секірген кезде езіп жүруі мүмкін. Бастан үлкен балалар астан дөп лақтыра бастады. Кешке қарай адам көп болып кетті. Әр 20 минут сайын біреудің туған күні бар ғой. Аниматорлар ойнатып жатыр. Сонымен таңертең 10-да келдік және 10-да қайттық.